Енді оның бұйырғанын көреміз былайынша келгенде. Оны мен айта алмаймын. Мен ойлаймын, қазір енді парламент таратудың қаншама маңыздылығы бар мысалға. Жалпы мәселе сода ғой. Бүгінгі таңда парламент өзінің жұмысын нақты атқаруда, заң жобалары шығып жатыр, заң жобалары бізге кіріп жатыр. Менің ойымша бүгінгі таңда парламент өзінің жұмысын нақты істеп жатыр. Оның қажеті жоқ. Қазір осы өйткені біріншіден ол мен депутаттан қимай жатыр деген емес. Бүгінгі кезде ол сайлау деген ол үлкен бір қаржы кетеді біріншіден. Сосын ол үлкен бір саяси процесс. Бірінші мына осы партияларды құруға жеңілдету, қазір партиялар соларды құрайық. Осы заңдарды қабылданғаннан кейін біз саяси өзгерістің нәтижесін көре бастаймыз. Сондықтан бұл жерде бір сабырлық керек. Қоғамның арасында өкінішке орай мынау парламентке бір сенімсіздік бар. Депутаттарға неге жүр, олар түк істемейді, сонша қаражат бөлінеді екен, оларды неге таратып жібермейді деген. Сондықтан осы сенімді қайтару үшін қазір парламентте жаңа форматқа көшіп жатыр. Қазір жаңа спикер тағайындады, Ерлан Қошанов өте тәжірибелі саясаткер.